Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағынан қазіргі кездегі автокөлік түрлері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз тыңдалым материалы негізінде жинақы мәтін жазуды үйренеміз және реттік сан есімдерді тауып, құрылымына қарай ажыратамыз. Балалар, мына сұрақтарға назар аударып көріңіздерші. Қазіргі кездегі қандай автокөлік түрлерін білесіздер? Сіздердің өте көп автокөлік түрлерін білетіндеріңізге менің сенімім бар. Өйткені біздің әрбір тыныс тіршілігіміз қазір автокөліктермен тікелей байланысты. Сондықтан түрлі автокөліктер, шетелден келетін автокөліктер, мұның барлығы біздің тұрмысымызды жеңілдетуге өз септігін тигізуде екен. Ал сол автокөліктердің ішінен қайсының шығу тарихы сіздерді қызықтырды? Мен сіздерге бүгін Toyota автокөлігінің шығу тарихынан қысқаша мәліметті ұсынғым келеді. Мұқият болыңыздар. Toyota автокөлігі. 1933 жылы Toyota компаниясы текстильді фирмадағы көлік департаменті болып құрылды. Тек кейіннен ғана автокөлік зауытына айналды. Оны компания қожайынның үлкен баласы Кичиро Тойода ашып, келешекте Toyota маркалы автокөліктерді әлемге әйгілі етті. 1952 жылы Toyota компаниясының негізін салушы Кичиро Тойода қайтыс болады. Бұл сәтте Toyota компаниясы даму сатысында еді. 1950 жылдары өз конструкцияларын өндіру үшін көлемді зерттеулер жүргізіліп, үлгілер қатарын ұлғайтты. Танымал Land Cruiser үлгісі шыққан ақш-та Toyota Motor Sales USA компаниясы құрылды. Ол компанияның басты мақсаты көліктерді ақш нарығына экспорттау болатын. Бірақ ақш нарығына Toyota көліктерін экспорттаудың бірінші әрекеті сәтсіздікке ұшырайды. 1983 жылы Toyota General Motors компаниясымен ұзақ мерзімді келісімге қол қойып, келесі жылы ақш-та автокөліктердің шығарылуы басталады. Сол кезде Toyotаның меншігіне тиесілі Шибутсу сынақ полигонның бірінші бөлігі қолданысқа беріледі. Ал толықтай полигон қолданысқа 1988 жылы беріледі. 1986 жылы Toyota компаниясы 50 миллионшы автокөлікті шығарды. 90 жылдары, нақты атап айтсақ, 1991 жылы 70 миллионшы және 1996 жылы 90 миллионшы автокөліктерін шығарды. Бүгінгі күні Toyota автокөлік өндірушілер арасындағы алдыңғы қатарлы компания. Жапония еліндегі ең ірі автоөндірушінің бірегейі. Компания жылына 5,5 миллион машина шығарады. Ол шамамен әр 6 секунд сайын бір көлік деген сөз. Балалар, көрдіңіздер ме? Алғаш өзінің компаниясын текстильді фирма етіп бастаған, кейіннен көлік шығарған Toyotаның тарихы осындай екен. Алдағы уақытта сіздердің де біздің елімізде автокөліктің керемет үлгілерін шығаруға атсалысады деген ойдамыз. Олай болса, осы білімдеріңізді шыңдау үшін мынандай тапсырмалар орындайық. 4 сөйлем тәсілін пайдаланып, жинақы мәтін жазыңыздар. Біріншіден, тыңдалған мәтін бойынша өз пікіріңді бір сөйлеммен жаз. Екінші, сол пікіріңді бір сөйлеммен дәлелде. Пікіріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтір. Қорытындыда тақырып бойынша пікіріңді жаз.
Балалар, енді бүгін біз реттік сан есімдер туралы ережені оқиық. Реттік сан есім заттың саналу ретін білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап береді екен. Өткен сабақтарда біз есептік сан есімдерді өткен болатынбыз. Яғни олар саналу есебін білдіретін. 1, 2, 3. Енді реттік сан есімде осы есептік сан есімдерге ыншы, інші және нышы, ніші деген жұрнақтардың жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 1, бірінші, 9, тоғызыншы. Реттік сан есімдер цифрмен берілсе, төмендегідей жазылады. Реттік сан есімдер араб цифрмен берілсе, ыншы, інші, нышы, ніші жұрнақтарының орнына дефис қойылады. Мысалы, сен биыл 6-шы сыныпқа барасың. Яғни бұл жерде жазылған 6 деген цифр араб цифры. Сондықтан ыншы, іншінің орнына ол жерде дефис қойылып тұр. Осы ережеге балалар мұқият болыңыздар. Екінші, реттік сан есімдер егер рим цифрмен берілсе, жұрнақтың орнына дефис қойылмайды. Абай жолы романның 2-ші томы. Бұл жерде 2 дегеніміз рим цифрмен берілген, сондықтан онымен тіркескен сөз арасында ешқандай дефис болмайды екен. Үшінші, жыл аяттарының алдынан келген сан есімдер араб цифрмен берілсе, олардан кейін дефис қойылмайды. Мысалы, 2016 жылы Рио-де-Жанейро қаласында жазғы олимпиада ойындары өтті. Балалар, осы ережелерді мұқият есте сақтаңыздар және жазылуында ескеріп жүріңіздер. Жыл аяттарын, мысалы, бүгінгі күнді жазатын тұстада санмен жазатын болсақ, одан кейін біз ешқандай дефис қоймаймыз. Ал енді басқа сөздердің барлығында араб цифрын беретін болсақ, онда біз араларға дефис қояды екенбіз. Олай болса, бүгінгі тақырыпты түсінгендігіміз туралы төмендегідей тапсырмаларды орындайық. Тыңдалым мәтін ішінен реттік сан есімдерді теріп жазып, құрамы және мағынасына қарай ажыратыңыздар. Балалар, жаңа біз Toyota автокөлігінің тарихында көптеген сан есімдерді айттық. Соның ішінде реттік сан есімдерді теріп жазыңыздар. Және де оның жанындағы өзінің тіркескен сөзімен қосып жазыңыздар. Мысалы, 1950 жылдары. Бұл реттік сан есімі. Сондай-ақ сол жерлерде есептік сан есімдерде берілді. Мысалы, 6 секунд. Бұл бізде есептік сан есім. Енді сіздер осының ішіндегі тек реттік сан есімдерді жазып, олар құрамына қарай қандай түрлерге бөлініп тұр, соны жазыңыздар. Яғни егер ол бірінші деген сөз болатын болса, онда ол дара реттік сан есім, ал егер 1950 деген сан есім болатын болса, онда ол әрине күрделі реттік сан есім екен. Сонымен біз бүгін тыңдалған мәтін негізінде жинақы мәтін жаза алатын болдық. Сондай-ақ реттік сан есімнің не екенін біліп, оны мәтін ішінен ажыратып, құрамына қарай жіктей алатын болдық. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Рахмет.